Сәлеметсіздер ме? 4 маусым 2017 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күні болып белгіленгенін білесіздер. Қазақстан Республикасының рәміздік белгілеріне Қазақстанның ұлт туы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы, Қазақстан Республикасының әнұраны жазылады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туына келсек, тудың түсі көгілдір, сол жағына ұлттық нақышта бейнеленген оюлар, ортасында күнмен жарқыраған, күнмен тұрған құс. Авторы Шакен Ниязымбетов. Ал Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасында ортасында шаңырақ, екі жағында қанатты пырақтар, жоғары жағында жұлдызша бейнеленген. Елтаңбаның авторы Чотаман Уайраханов пен Жандарбек Мәлібеков. Ал енді Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранына келетін болсақ, оның сөзін жазған Жұмекен Нәжімеденов пен Нұрсұлтан Назарбаев, әнін жазған Шамшы Қалдаяқов.